Қайырлы күн, есімім Гүлдана Жаналықызы, дәрігер. Егер де сіздің шашыңыз уыстап түсетін болса, онда бұл видео сізге арналады. Шаштың көп мөлшерде түсуі, яғни жатсаңыз да, тұрсаңыз да, ұйықтасаңыз да, отырғанның өзінде, шашты тарағанның өзінде уыстап түсе беретін болса, және шаш өліп қалатын болса, яғни бұл организмнің сигналы, қандай да бір өзгеріс болып жатыр. Бұл болмаса аутоиммундық ауру болуы мүмкін, жүйелі қызыл жегі болуы мүмкін, аллопеция болуы мүмкін, өліп түсіп қалуы, склеродермия болуы мүмкін. Одан кейін екінші бір жағдай бұл іш құрылыстағы ауруларға байланысты, витаминдерге, дефициттарға, асқазандағы ауруларға байланысты болады. Одан кейін стресстік жағдайға байланысты. Адам көп жағдайда стресске түскен кезде де шаш түседі. Енді қандай анализ тапсыру керек? Ең біріншіден бізге жалпы қан анализі, ферритин, витамин В12, витамин D3, қалқанша безінің гормондары және ана деген ауруға тапсырамыз. Анализге бұл аутоиммунды ауруды жоққа шығару мақсатында тапсыру керек болады. Енді үй жағдайында біз не істейміз? Егер де сізде шашыңыз түсіп жүретін болса, онда диета сақтаудың қажеті жоқ. Көп қыз келіншектер диета сақтап, өздерінің витаминдерінен организмде төмендеп кетеді да, одан сайын ушықтырып жатамыз. Сол үшін тамақты 5 уақыттан аз мөлшерден жеу керек. Және де осы мен айтқан көрсеткіштерге тапсырып, бірден дәрігерге қаралғандарыңыз дұрыс. Ауырмайық, сау болыңыздар.